Компанияны тез арада дағдарыстан шығару үшін 50% акцияны сатуға мәжбүр болады. Қахраман акцияларды мақсатқа сатып жатқанын білмейді. Ол Якубқа сенгеннен кейін сату келісім шартын оқымай қол қоя салады. Маған үйленгеніңе 10 күн өтті, әлі еш нәрсе өзгерген жоқ. Баламды осы үйге әкеп берем деген едің, қайда дейді. Баламды тез әкеп бер, әйтпесе Қахраманға өзім барамын дейді. Мақсұт кішкене күте тұршы Элифім дейді. Менің бір жоспарлаған ойым бар. Соны іске асырамын. Ол үшін уақыт керек деп Элифті тыныштандырады. Элиф баласы Топрақты көруге күніге Қахраманның үйіне баратын еді. Топрақтың ыстығы көтеріліп, оны ауруханаға алып келеді. Элиф баласы үшін уайымдайды. Олардың ізінен ауруханаға дейін келеді. Дәрігермен сөйлескеннен кейін Қахраман мен Дефне ішке кіріп кетеді. Элиф дәрігерден Топрақтың жағдайы туралы сұрайды. Балаға кім боласыз? Егер туысқаны болмасаңыз, мен ол туралы айтуға құқым жоқ деп дәрігер еш нәрсе айтпай қояды. Зия мен Қимет келеді. Қахраман, Топрақтың жағдайы жақсы, ыстықты түсірді. Қазір үйге алып кете берсек болады дейді. Элиф оны тыңдап тұрады. Баласының жағдайы жақсарғанын біліп, Элиф үйіне қайтады. Қахраман ұлы Топраққа сүндет той бермекші еді. Шукран қанша ақшаны жаратайын деп жатыр. Тойға қанша ақша кетсе, сен біздің шотымызға сонша ақша салып қой, балаларымыз үшін дейді. Ақшаның бәрін солар жарата бере ма? Біз де жаратайық дейді. Якуб кішкене шыдай тұр, жақында мен сол компанияның басшысы боламын, Қахраман тақтан таяды дейді. Элиф баласын көргісі келгендіктен Мақсұт оны ауруханаға әкеледі. Қахраман әке-шешесін алып қайтады. Дефне баланың қасында қалады. Сол уақытта Элиф Мақсұттың көлігінің ішінде отырған еді. Қахраман өз көлігіне келе жатқан кезде Элиф Қахраманды көреді. Қахраман Элифті байқамай көлігіне отырып кетіп қалады. Мақсұт дәрігерге ақша береді. Дефнені кабинетіне шақырып алып, сұрақтар қойып, оны алдастыра тұр дейді. Дефненің жоғын пайдаланған Элиф пен Мақсұт Топрақты көруге болады. 2 жылдан кейін Элиф бірінші рет баласын жақыннан көріп тұр. Балам, жақында қауышамыз, мен сені алып кетемін дейді Элиф. Дефне дәрігерге таңғалады. Неге сонша сұрақ қойдыңыз? Баламның өз дәрігері бар, содан сұрап біліңіз деп шығып кетеді. Мақсұт Элифке тезірек бол, қазір Дефне келіп қалады дейді. Элиф баласын маңдайынан сүйіп кетіп қалады. Мақсұт пен Элиф лифтті күтіп тұрады. Сол кезде Дефне оларды байқап, Элиф деп ізінен жүгіреді. Мақсұт Элиф екеуі көліктеріне отырып кетіп қалады. Дефне соңдарынан аңдып келеді. Далаға шығып, олардың ақ көлікке отырғандарын байқайды және көліктің номерін жаттап алады. Түрмеге Ибрагиммен кездесуге келеді. Жұмысыңды дұрыс аяқтамапсың, Элиф тірі екен, бүгін мен оны көрдім. Сен менің басымды қатырма, менің көзімше Элифтің көлігі суға батып кетті, Элиф өлді дейді. Элифтің тірі екен көзіңмен көрдің ба, оны қолыңмен ұстадың ба дейді. Сен менің миымды аштпа, мен Элифті өлтірдім, әкемнің кегін қайтардым, енді сен үйіңе қайт деп Ибрагим кетіп қалады. Элиф түнімен ұйықтамай Топрақты ойлап шықтым, сен барып көріп келші деп анасын жібереді. Қимет шығып, сенің бұл жерде не шаруаң бар дейді. Немеремді көруге келдім, болмай ма? Сен не бетіңмен үйге келіп тұрдың, ұятсыз дейді. Бізді қаншер деп айыптап сотқа бермекші болдың, газет журналды да шулаттың, енді неге келдің дейді. Қызым Назыл осы үйде қайтыс болды дейді Сұлтан. Саған полиция оқыс жағдай деп айтқан жоқ па дейді Қимет. Бәрібір баланы көруге кірмесін деп жатқанда Зия мырза келіп қалады. Қалайсыз Сұлтан ханым, қош келдіңіз дейді. Сұлтан, қош келмедім, маған немеремді көрсетпей жатыр деген кезде Зия, сіздің көруге құқыңыз бар деп ішке кіргізеді. Қахраман екеуміз сізді көп іздедік, таппадық дейді. Сұлтан, қахраманыңыз менің Элифімді ұмытып кетіпті, Дефнеге үйлендіріпсіздер дейді. Тыңдаңызшы Сұлтан ханым, немерелеріме ана, ал балама оны қолдайтын бір жар керек болды. Сол үшін де оған Дефнені үйлендірдік дейді. Топрақты әкелмеген соң Зия мен Сұлтан жоғарыға шығады. Қимет, Топрақ ұйықтап жатыр екен, бүгін көре алмайсыз дейді. Зия Қиметтің айтқандарын тыңдамай бөлмеге Сұлтанды кіргізіп жібереді. Дефне келеді. Сіздің бұл жерде не шаруаңыз бар дейді. Сұлтан, немеремді көруге келдім, болмай ма? Зия мырза Дефнені де Қиметті де тыңдамай оларды бөлмеден шығарып жібереді. Сұлтан немересін 2 жылдай көрмеген еді. Оның кофтасын алып сөмкесіне салып қояды, Элифке берермін деп. Кезінде қызымыз екеумізді бұл жерден қуып жіберген едіңіз, сондықтан сізге ренжулімін, бірақ бүгін сіздің арқаңызда немеремді 5 минутқа болса да көре алдым дейді Сұлтан. Дефне Сұлтанның қайда бара жатқанын аңду үшін көлігіне отыра бергенде Топрақ оянды, сені шақырып жатыр деп
Мерем келеді. Солай Дефне кете алмай қалады. Сұлтан Элифке топырақты зорға көрсеткенін айтады. Қайта Зиян мырзаның ұяты бар екен. Соның арқасында 5 минутке болса көре алдым дейді. Балаңды әкеп бере алмасам да саған оның көйлегін әкелдім деп Элифке топырақтың кофтасын береді. Барлығы тамақтанып отырады. Қахраман келеді. Шукран Сұлтан ана келді. Немересін көріп кетті деп айтады. Қахраман ренжіді. Неге маған хабарласпадыңдар? Келіп ол кісімен сөйлесетін едім, қайда тұрып жатқанын сұрайтын едім дейді. Жігіттерге айтайын, барып Сұлтан ананы тауып келсін. Топырақты нағашы әжесімен таныстырайық. Қахраман Желалмен сөйлесіп отырып Сұлтанның келіп кеткенін маған ешкім айтпапты дейді. Ол кісіні іздеп табуым керек. Топырақтың сүндет тойына шақырғым келеді. Топырақ та нағашы әжесімен таныссын дейді. Қахраман Элифті әлі де сағынып жүргенін, ешқашан ұмытпағанын, оны сүйетінін айтады. Алдымнан шығып қалатын сияқты боп көрінеді дейді. Топыраққа шын анасының Элиф екенін айтамын дейді. Дефне алдын Элифтің ақ көлікке мінгенін көріп, ол номерін жаттап алған еді. Сол көлікті аңдып жүріп, көліктің осы үйге кіргенін біліп алады да осында келеді. Сыртқа Элиф шығады. Дефне, ойбай, мынауың тірі екен ғой, өлмепті дейді. Дефне Элифке келіп, сен тірі екенсің ғой. Я, мен тірімін, аман-есен саумын, сенің мұрныңның түбінде тұрмын, сен менен баламды, Қахраманды және өмірімді тартып алдың дейді. Ибрагимге ақша беріп, мені өлтірткеніңді білемін, бірақ ол жасай алмады. Енді не істейсің, сен мені келіп өлтіресің ба дейді. Бағанадан бері есіктің ар жағында сығалап тұрған Мақсұт шығып, охранник жігіттерге мынаны алып кетіңдер дейді. Сөйтіп Элифтің көзіне жақсы көрінгісі келеді. Дефне үйіне келіп, Химетке, мен бүгін Элифті көрдім, ол тірі екен. Енді ол менен Қахраман мен баламды тартып алатын болды, мен не істеймін дейді. Ертең тойға келмекші екен. Химет таңырқалып қалады. Қайдағыны айтпаш, Элиф тірі дейсің ба? Я, тірі деймін. Мына жерде жақынырақта Мақсұт екеуі тұрады. Элифтің аңдығаны ақша. Не істеймін, маған көмектесіңізші дейді Дефне. Мақсұт Элифке ертең ұлы күн дейді. Қахраман баласын сүндетке отырғызып той беріп жатыр екен. Ертең сонда барамыз, дайындал дейді. Үйге Химет келеді. Элиф тірі екен ғой, естіп жатырмыз дейді. Онымен сөйлескім келеді деген кезде Сұлтан, Элиф жоқ, күйеуі Мақсат екеуі дүкен аралап кеткен деп есікті жауып қояды. Элиф Мақсұтқа тұрмысқа шыққан екен. Элифті Қахраман қызықтырмайды, оны ақша қызықтырады екен дейді. Мен бұған сенбеймін, Элифтің Мақсұтыны жек көретінін мен білемін дейді. Сөйтіп Дефне Элифтің үйіне келеді. Саған не керек? Керегі ақша болса айт, қанша берейін. Бірақ мен саған Қахраманды да топырақты да бермеймін. Оларды менен алам деп ойлама дейді. Элиф күліп, маған сенің ақшаң да, Қахраман да керек емес. Мені қызықтыратын тек ұлым. Ұлымды сендерден тартып аламын дейді. Элиф үйге кіріп кетеді. Ал Мақсұт болса Дефнеге, тыныш, ешкімге еш нәрсе айтушы болма. Мен барлығын жоспарлап қойғанмын. Саған Қахраман, маған Элиф. Менен Элифті ешкім тартып ала алмайды. Қазір үйіңе бар. Элифтің тірі екенін ешкімге айтпа дейді. Дефне адвокатқа хабарласып, топырақтың куәлігіндегі анасы деп тұрған жерге менің атымды жазып қойыңдар дейді. Бір күні туған анасы келіп, менен топырақты тартып алғанын қаламаймын. Туған анасын есімін ауыстыра алмаймыз. Қахраман мырза да оған рұқсат бермейді дейді. Тез ауыстырып беріңіз, ол жерге анасы деп тұрған жерге менің атымды жазып қойыңыз дейді. Ал адвокат, өкінішке орай олай жасай алмаймыз. Бір күні туған анасы келіп баламды аламыз десе, біз ештеңе жасай алмаймыз. Оған баланы беруіміз керек дейді. Бүгін Ерухандардың үйінде сүндет той. Әлі қонақтар келмеген, бәрі дайындалып жатыр. Той басталып, қонақтар да келе бастайды. Тойға Ерухандардың компаниясының 50% акциясын сатып алған серіктесте келу керек еді. Барлығы ол кім екен деп тұрған кезде ішке Мақсұт кіріп келеді. Мақсұттың ізінен Элиф кірген кезде барлығы таңғалып орындарынан тұрып кетеді. Барлығы Элифтің тірі екенін көріп таңғалысады. Сол кезде сіздерге жаңа серіктестеріңізді таныстырайын. Мақсұт Қарақойлы және оның әйелі деп Элифті таныстырады. Қахраман не жыларын не күлерін білмейді. 2 жылдан бері іздеп күтіп жүрген сүйіктісі Элиф бүгін өзінің қас жауы Мақсұттың әйелі болып алдына келіп тұр.